Barchаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Осы вақытқа дейін мені қолдап келе жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Мен сіздерге бүгін өте қарапайым заттардан тез әрі өте дәмді болып дайындалатын алмалы пирог жасауды үйрететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Және шекер мен ванилинімізді салып, жақсылап жұмыртқалы массамыз 2-3 есе көтерілгенге дейін миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқалы массамыз көтеріліп, көбейіп шықты. Енді алдын ала ертіп алған сары майымызды салып, 1-2 минут тағы миксерлеп аламыз. Енді сүт құямыз және 1-2 минут миксерлеп алатын боламыз. Унымызды, разрыхлителімізді араластырып, екіге бөліп салатын боламыз. Менің ұн салған жерім видеосы өшіп кеткен екен, ал сіздер ұнды екіге бөліп саласыздар разрыхлителмен бірге. Дәл осындай қою қамыр дайын болады. Енді алдын ала 3-4 алмамызды дәл осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз және қамырымызға салып, дәл осындай араластырып дайындап аламыз. Дайын қамырымызды алып қоямыз. Енді біз крошкаларымызды дайындап аламыз. Ол үшін ұн, шекер және кішкене сары май салып, қолымыздың көмегімен жақсылап езіп крошкалар жасаймыз. Біздің крошкамыз дайын болды. Енді формамызға кішкене сары майды жақсылап барлық жеріне жағып аламыз. Алмалы массамызды саламыз. Bir тегіс етіп, барлық жерін тегістеп аламыз. Енді крошкаларымызды беттеріне әдемілеп жағып шығамыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салаттар, торттардың рецепттері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлық рецепттер неше жылдан бері қолданып келе жатқан сенімді рецепттер. Ал енді қамырымыздың үстінен әсемдік үшін мен дәл осылай бадам жапырақтарын сеп шығамын. Менің формамның размері 20-20 размер. Қызып тұрған 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Достар, дәл осы рецепті сіздер отбасы мүшелеріне қарай 2 есе көбейтіріп жасасаңыздар болады. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Көріп тұрғаныңыздай түстері де дәл осындай ерекше әдемі болып шығады және жасалу жолы да өте қарапайым, бір жасағаннан ұқсап шығатын керемет пирогтар болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырауша түймешесін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыздар. Пирогтарымыздың іштері дәл осындай көтеріліп, әдемі болып шығады және дәмдері де ерекше болады. Ал сіздерге сәттілік, достар.